Баршаңызға сәлем. Бүгін сіздермен осындай өте дәмді шашлык пісіреміз тауықтан. Бұл жерде 6 килограмм тауық. Бізге керек специялар: мынандай үгітілмеген қара бұрыш, майонез, универсальный приправа, паприка, аджика керек, пияз. Сонымен қатар мынандай ащы бұрыш, халапеньо керек. Қазір осының барлығын мына етке салып араластырамыз. Бірінші қара бұрыш кетті. Мұнда қара бұрыш пен паприка кетті салынып. Приправа для шашлыка салынды. Азғантай саламыз одан. Аджика. Халапеньо салынып жатыр. Ащы бұрыш. Майонез. Пиязды мыжып саламыз. Соғы шығу үшін. Дәміне қарай тұз салып, барлығын араластырамыз. Өз су шығады ма бетіне? Көрдіңіз жай шығады. Қанша уақытқа мариновка? Бір сағат, бір жарым сағат тауық қой, жұмсақ қалады. Бір жарым сағатқа мариновкаға қоямыз. Етіміз маринадталып, дайын болып жатқанда мангалымызды дайындап жатырмыз. Вишняның ағашы жанып жатыр бізде. Маринадталған тауық еттерін шампурға қадап жатырмыз. Ол шампурға киіп тұрғанды түсіп алсам болады. Барлығын шампурға кигізіп болдық еттің. Бізге бір баклажка, 1-2 шым-шым тұз салынған су керек. Қазір тұз себіліп жатыр шоқтың үстіне. Тұзды сепкеннен кейін от лауылдап жанбайды екен. Содан кейін шампурларымызды қойып пісіріп аламыз.
Шашлыктерimiz дайын болды. 40 минутта. Болды, хорошо. Ага. Осымен шашлыктерimiz дайын болды. Сіздерге ас болсын, жасап көріңіздер. Бізге де ас болсын.